Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса рахымды, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Қасиетті Құранда айтылған нәпсінің келесі екінші түрі нәфсу әл-лауама, сыншыл нәпсі. Бұл жақсы адамдардың бойынан табылатын нәпсі. Алла Тағала қасиетті Құранда бұл нәпсінің түріне қатысты былай деген: Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. Сөгіс беруші сыншыл нәпсіге серт деп айтқан. Хазіреті Омар, Алла оған разы болсын, сенен есеп алынбай тұрып, өзіңе өзің есеп бер деп айтқан өсиеті осы нәпсіден туындаған. Өйткені сыншыл нәпсі шынайы мұсылманның нәпсісі. Түзу жүретін адам өзінің әрбір іс әрекетіне үнемі сын көзбен қарайды. Әрдайым сөзі мен іс қимылына есеп беріп отырады. Сондықтан сыншыл нәпсі бұл тақуа адамның нәпсісі. Өйткені ол өз иесін әрдайым жазғырып сынап отырады. Күнә істесе, неге күнә іс істедің деп. Құдайдан қорықпайсың ба деп, ақыретте не деп жауап бересің деп, өзін айыптап отырады. Ал сауапты іс істесе, бұл аз ғой, көбірек істеу керек еді. Қанша көп сауапты іс істесең, өзіңе пайда емес пе деп, тағы да ол сынға алып отырады. Ғалым Мужахид, Алла оның рахымын алсын, сыншыл нәпсі ол жамандық істеп қойса, неге істедің деп жазғырады, ал жақсылық істесе, неге көбірек істемейсің деп сөгетін нәпсі деп айтқан екен. Міне, шынайы мұсылман үнемі өзінің әрбір іс әрекетіне сын көзбен қарап, әр сөзі мен іс қимылына есеп беріп отырады. Әрбір айтқан сөзіне және істеген ісіне аса мұқият болады. Хасан әл-Басри, Алла оның рахымын алсын, біз мұмин деп өзінің нәпсісін сынаушы адамды айтатынбыз. Өйткені ол айтқан сөзіммен нені қаладым, жеген тамағыммен нені қаладым деп үнемі өзін сынап отырады деген екен. Қорыта айтқанда, нәфсу әл-лауама, яғни сыншыл нәпсі, бұл тәрбиелеуші нәпсі. Біз осы нәпсінің сыбырлағанына құлақ ассақ, соны тыңдап отырсақ, ихсан жолында боламыз.